Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай нәзік, үлпілдек болып шығатын, бір жасағаннан шығатын сүзбелі бәліш жасаймыз. Ол үшін алдымен ұнымыз бен қопсытқышымызды араластырып, оның үстіне қантымызды, бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, онымен біріктіретін боламыз. Орысша айтқанда крошка жасаймыз. Дайын болған крошкамызды бір жұмыртқа қосып, жұмсақ етіп қамырын жасап аламыз. Өте жұмсақ болып шығады, одан қорықпаңыздар. Жарты сағатқа холодильникке тындыруға холодильникке салатын боламыз. Мендегі диаметрі 24 форма. Холодильниктен алып, формамызға жайғастырамыз. Бортиктерін, жан-жағында бортиктерін шығарып, осылай 24 диаметрлі формаға салдым мен. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына менде 20% дүкеннің қаймағы. Қаймақтың үстіне қантымызды, 4 жұмыртқамызды салып, 10-15 секунд аралығында араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды, қыздар. Тек қана осылай шанышқымен немесе венчиктің көмегімен араластырып, қою масса шығарамыз. Дайын болған массамызды жаңағы дайындап алған формамызға құйып, қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіреміз. Пісіп болған соң, суыған соң ғана формадан шешеміз, қыздар. Суымай жатып шығаратын болсаңыздар, формадан ортасы салмасы ақып кетуі мүмкін. Осылай әдемі нәзік болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.